Әлкей Хақанұлы Марғұлан көрнекті қазақстандық ғалым. Қазақстандағы археологиялық ғылымның негізін қалаушылардың бірі. Қазақстанның археологиясы, архитектурасы, этнографиясы мен фольклоры бойынша ондаған еңбектер, орасан зор мұра қалдырды. Оннан астам қала мен көптеген тарихи ескерткіштер ашты. Әлкей Марғұлан 1946-1974 жылдардағы әйгілі орталық қазақстандық археологиялық экспедициясын ұйымдастырды. Сарыарқа тау-кен ескерткіштерінің және металлургия ескерткіштерін зерттеу бойынша далалық жұмыстарды академик Әлкей Марғұлан 1960 жылдардың ортасында бастаған. 1955 жылы оның басшылығымен Атасу бір қонысының алғашқы қазбалары жүргізілді. Кейінгі жылдары оның орталық Қазақстандағы тау-кен ісі ежелгі және орта ғасырлар атты мақаласы жарық көрді. Онда автор түсті және қара металдардың барлық белгілі түрлерін сипаттайды. Ол кейінгі қола дәуірінің атақты Беғазы Дәндібай мәдениетін ашты. Сарыарқа өркениеттің ең үлкен ошағы екенін дәлелдеді. Мұнда қалалар болған және металлургия дамыған. Ұлы шебердің ісін оның шәкірті, жерлесіміз Жауынбаев Сағындық Ұбайұлы, тарих ғылымдарының кандидаты, Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университетінің профессоры жалғастырды. Теміртау музейі орталық Қазақстанның үлкен металлының бастаулары атты ғылыми зерттеу жобасы аясында Жауынбаевпен 2017 жылдан бастап жұмыс істейді. 2019 жылы профессор Жауынбаев Сағындық Ұбайұлымен бірге кейінгі қола дәуірінің Алат қонысында ежелгі металлургиялық пешті қайта құру эксперименті жүргізілді. Әлкей Хақанұлы Марғұланның нақты ғылыми жұмыстарына сүйене отырып және оның шәкірті Сағындық Ұбайұлының жетекшілігімен қазақстандық археология тарихында тұңғыш рет біз бір мезгілде екі пешті, темір балқыту және ана үстіртінде қола балқыту пештерін қалпына келтіруді жүргізе алдық. Биыл ғалым, археолог және Қазақ КСР еңбек сіңірген ғылым қайраткері Әлкей Хақанұлы Марғұланның туылғанына 120 жыл толады.